Дана, жүр, жүрек жалғап алайық. Не дейсіз? Жүректі қайда жалғаймыз? Қандай жүректі жалғаймыз? Жүрек жалғау деген, жүректі бір нәрсеге жалғау емес. Жеңіл желпі тамақ ішу деген сөз. Неге ауыз жалғау деп айтпаймыз? Жүрек бойға қан жүргізуші басты органдардың бірі. Жүректің маңызы өте үлкен. Сондықтан жүрек жалғайық деп айтады. Мұны тұрақты сөз тіркесі дейді. Жүрек сөзімен бұдан басқа да көп тіркестер бар. Мысалы, жүрегі мұздап қоя беру. Жүрегі тас төбесіне шығу. Жүрегі зырқ ете қалу. Төбе шашы тік тұру. Көзі шарасынан шығу деген тіркестер қорқу деген мағынаны береді. Қуанған кезде бөркін аспанға лақтыру. Жерден 7 қоян тапқандай. Екі езуі 2 құлағына жету. Төбесі көкке екелі жетпеу деген тұрақты сөз тіркестерін қолдануға болады. Ал бетінен оты шығу. Жерге кіріп кете жаздау. Жер шықу. Беті күйу. Құлағының ұшына дейін қызару деген сөз тіркестері ұялу мағынасында қолданылады. Ой, жүрегім тас төбеме шықты ғой. Қайталайық. Тұрақты сөз тіркестері. Екі немесе одан да көп сөздердің тіркесуінен жасалып, бір ұғымды білдіретін бейнелі сөздер тобын тұрақты сөз тіркестері дейміз. Тұрақты сөз тіркестерінің құрамындағы сөздер өздерінің тура мағыналарынан ажырап, басқа бір мағына береді. Мысалы, жүрек жалғау деген тұрақты сөз тіркесі тамақтану деген мағынаны білдіреді. Қуану мағынасын беретін тұрақты тіркестер жерден 7 қоян тапқандай. Бөркін аспанға лақтыру. Екі езуі 2 құлағына жету. Төбесі көкке екелі жетпеу. Ұялу мағынасын беретін тұрақты тіркестер. Бетінен оты шығу. Жерге кіріп кете жаздау. Жер шұқу. Беті күйу. Құлағының ұшына дейін қызару. Қорқу мағынасын беретін тұрақты тіркестер. Жүрегі тас төбесіне шығу. Жүрегі зырқ ете қалу. Жүрегі мұздап қоя беру. Көзі шарасынан шығу. Төбе шашы тік тұру.